Ассалаумағалейкум құрметті футбол сүйер қауым. Катарда болатын көптен күткен әлем чемпионаты жақындауда. Бұл футболдық іс-шара 4 жылда бір рет болып, барған адамдарға өте үлкен қуаныш сыйлайтын ауқымды футболдық іс-шара. Әр чемпионаттың өзіндік ұмытылмайтын, есте қалатын өзіндік оқиғалары болады. Сол үшін чемпионаттың қызықтарынан құр қалмау үшін біздің каналға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге қазақ бол. Бүгін біз осы қызықты турнирмен жақынырақ танысу үшін әлем чемпионаттарындағы рекордтар туралы сөз қозғайтын боламыз. Ең қызықты деген 13 рекорд, ал ондай болса кеттік. Ең алдымен біз футболды әдемі соғылған голдар мен финттар үшін көреміз. Қазіргі таңда әлем чемпионатының ең үздік сұрмергені өзінің 16 голымен әйгілі, мансабын әлдеқайда аяқтап қойған неміс Мирослав Клозе болып табылады. 2002 жылғы болған әлем алғашқы турнирінде алғашқы матчтың өзінде Сауд Арабиясы құрамасына қарсы ойында хэт-трик жасаған. Жалпы сол турнирде 5 гол соққан Клозе тек бразилиялық Роналдодан 1 голға қалып қалған. 2006 жылы өз елінде болған чемпионатта тағы да 5 гол соғып, турнирдің үздік сұрмергені атанды. Бұл жолы да Коста-Рикаға қарсы болған алғашқы матчта дубль жасап тастаған. Ойыншы осыдан 8 жыл бұрынғы Бразилия құрамасына қарсы болған 1-7 есебімен аяқталған есте қаларлық жекпе-жекте 1 гол соқты. Бұл гол бразилиялық Роналдоның рекордын жаңартып, әлем чемпионаттарының соңғы кезеңдерінде 16 гол салған жалғыз футболшы атандырды. Әлі мансабын аяқтамаған футболшылардан Клозенің рекордын бұзатын жақын арада футболшылар көрінбейді. Мүмкіндігі ең жоғары оның отандасы Томас Мюллер болып саналады. Оның иелігінде финалдық кезеңдерде салынған 10 гол бар. Ойыншы ретінде 20 футболшы ғана әлемнің 2 дүркін чемпионы болған. Негізінен бразилиялықтар, 15-і бразилиялық, 4-і италиялық және 1 ойыншы Аргентина құрамасы сапында. 3 дүркін әлем чемпионы атанған жалғыз футболшы ол Пеле. 1958, 62 және 1970 жылдардағы чемпионаттарда Бразилия құрамасы сапында топ жарған болатын. Ең үлкен жеңіс сонау 1954 жылы болған Венгрия және Корея республикалары арасындағы ойын 9-0 есебімен аяқталған болатын. 1930 жылдан бастап барлық әлем чемпионаттарына қатысқан жалғыз команда Бразилия құрамасы. Ол сондай-ақ жеңіп алған кубоктар саны бойынша рекордқа ие. Оңтүстік американдықтар 5 рет әлем чемпионаттарының жеңімпаздары болған. 1958, 62, 70 және 1994-2002 жылдары бұл турнир оларға бағынған екен. Әлем чемпионаттарына ең көп қатысқан 3 бірдей футболшы бар екен. Олардың екеуі мексикандықтар Антонио Карбахал мен Рафаэл Маркес және Лотар Матеус Германия сапында 1982-98 жылдар аралығындағы 5 бірдей әлем чемпионатына қатысқан. Және бұл қатарға осы жылы Лионель Месси мен Криштиану Роналду қосылады. Футбол тарихындағы ең үздіктер қатарынан саналатын екі жұлдыз үшін бұл соңғы чемпионат болуы әбден мүмкін. Алтын доптың 7 дүркін иегері аргентиналық Лионель Месси және алтын доптың 5 дүркін иегері португалиялық Криштиану Роналду әлем чемпионаты тарихында сәйкесінше 21 және 18 матч өткізген. Олар әлем чемпионаттарында ойнаған матчтардың рекордын жаңартуға қазіргі таңда мүмкіндік алып отыр. Бір турнирдегі ең көп гол салған франциялық Жас Фонтейн 1958 жылы Швецияда болған әлемдік додада 13 гол салған екен. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Месси 4 әлем чемпионатына қатысып, небәрі 6 гол салған, ал Криштиану Роналду болса өзі қатысқан 4 чемпионатта 7 гол салған, ал бұл жігіт болса бір чемпионаттың өзінде 13 гол салып тастаған. Бір матчтағы ең көп гол салған ойыншы. Әлем чемпионаттарында әлемнің мен деген ең мықты ойыншылары түпкір-түпкірден келіп өнер көрсетеді. Ресейдік Олег Саленко 1994 жылғы мундиалда Ресей мен Камерун арасындағы топтық кезеңінің ойынында 5 гол соғып, оның командасы 6-1 есебімен жеңіске жеткен. Осыдан 4 жыл бұрынғы Ресейде болған чемпионатта Египет құрамасының ойыншысы Эссам Әл-Хадари бір матчқа қатысып, әлем чемпионаты тарихында алаңға шыққан жасы ең үлкен ойыншы болды. Сауд Арабиясымен кездесу кезінде оның жасы 45 жас және 161 күн болды. Әлем чемпионаттарының тарихында матч соңындағы пенальтилерді есептемегенде 2300 гол салынған. Солардың ішінде Камерун футболының тарихындағы үздік ойыншылардың бірі Роджер Мила 42 жасында салған голы бар. Гол салғандардың ішінде жасы ең үлкені Роджер Мила болып табылады. Міне, қазіргі жастарға осындай ойыншылардан үлгі алу қажет. Әлем чемпионатының ең көп алтын медальдар жинағы. Бразилиялық Марио Загала ойыншы ретінде 1958 және 1962 жылдары алтын медальға ие болса, 1970 жылы бас жаттықтырушы ретінде, ал 1994 жылы екінші жаттықтырушы ретінде ие болған.
Ең жылдам гол. Әлем чемпионатының тарихындағы ең жылдам голды түрік Хакан Шүкір 3-2 есебімен аяқталған Түркия-Корея Республикасы арасындағы 2002 жылы ойында небәрі 10 секундта салған болатын. Сонымен қатар алдағы чемпионатта бірнеше рекордтар бұзылуы мүмкін. Солардың бірі Криштиану Роналду 5 түрі әлем чемпионатында гол соққан алғашқы ойыншы болуы мүмкін. Қазіргі уақытта ол Пеле, Уве Селлер және Мирослав Клозе сияқты қатарынан 4 мундиалда гол соққан. Екінші рекорд Бразилия мен Германия 2002 жылғы әлем чемпионатына ең көп ойналған матчтармен бара жатыр. Әр команданың активінде 119 ойыннан бар екен. Әрі қарай қай команда неғұрлым соңына дейін өтетін болса, сол команда рекордшы бола алады. Сіздермен болған Қазақ Бол арнасы. Әлем чемпионатының қызықтарынан құр қалмау үшін біздің каналға тіркеліп кетіңіз. Сонымен қатар өзіңіздің комментарийлеріңізді аямай астына жазып тастаңыз.